Талғар агробизнес және менеджмент колледжі химия пәнінің оқытушысы Әбдіманап Құралай. Сабақтың тақырыбы дәрумендер, яғни витаминдер. Сабақтың мақсаты білім алушыларға дәрумендердің адам өміріндегі маңызы мен қажеттіліктерін түсіндіру, дәрумендердің түрлерімен таныстыру. Сабақтың міндеті білім алушыларға дәрумендердің химиялық құрамын таныстыру, дәрумендерді алу жолдары мен дұрыс пайдалану заңдылықтарын үйрету. Дәрумендер, витамин, латын тілінен аударғанда вита тіршілік, амин химиялық заттар деген мағынаны білдіреді. Тағамның құрамында болатын ағза үшін қажетті органикалық заттар. Дәрумендер туралы ілімнің негізін 1880 жылы орыс дәрігері Николай Лунин ашты, ал 1912 жылы поляк дәрігері Функ жасалған тәжірибелер нәтижесінде ғылымға дәрумен терминін енгізген болатын. Дәрумендер ағзаның тіршілік әрекетіне қажетті органикалық заттардың жекеленген тобы. Бір қатар қызметіне тоқталып өтетін болсақ, ферменттердің құрамында болып, биохимиялық, физиологиялық процестерге қатысады. Амин қышқылдар, майлар, нуклеин қышқылдар, гормондардың синтезі мен олардың ыдырауына қатысады. Жұқпалы ауруларға қарсы тұру қабілеттілікті жоғарылатады. Сонымен қатар денсаулықтың нығаюын жүзеге асырады. Күнделікті жұмысқа қабілеттілікті жоғарылатып отырады. Бұл элементтер ферменттер, гормондар, дәрумендердің құрамында болады, өмір сүруге қажетті, денеде тұрақты түрде болатын элементтердің тобы. Ал бұлар жетіспеген жағдайда ағзаның қалыпты өмір сүру процесі бұзылады. Демек, дәрумендердің құрамындағы негізгі химиялық элементтердің тобы. Дәрумендер ерігіштіктеріне байланысты екі топқа бөлінеді. Суда еритін дәрумендер тобы және майда еритін дәрумендердің тобы. Алдарыңызда химиялық қасиеттері, химиялық құрамы, алынулары бейнеленген. Енді бір қатар негізгі дәрумендерге тоқталып өтетін болсақ, А дәрумені эпителий ұлпаларының дамуын, қалыпты өсуін реттейді. Ферменттер жұмысын күшейтеді. Өсу витамині деп аталады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда көздің қызметі нашарлайды. Теріде, көздің қарасында артық мөлшерде кератин деп аталатын ақ уыздың түрі жинақталады. Сондықтан да А дәрумені жетіспесе, адамның көзі нашар көреді. Сонымен бірге А витамині артық мөлшерде бауырда жинақталады. Е дәрумені 3 түрі белгілі: альфа, бета, гамма. Өсімдік және жануарлар майларында, бидайда, сәбіз бен жұмыртқада, сүтте көбірек кездеседі. Мембраналардың қызметінің дұрыс болуына ықпал етеді. В1 витамині көмірсулардың алмасуына қатысады. Жүрек, бұлшықет, жүйке жүйесі мүшелерінің қызметін реттейді. В1 дәрумені жетіспеуінен бери-бери ауруы пайда болады. В2 дәрумені 19 ғасырдың 30 жылдарында анықталған. Етте, сүтте, бауырда, жұмыртқада, астық дәндерінде, сары түсті көкөністерде көбірек кездеседі. Бұл дәруменде басқа дәрумендер сияқты ағзаның бір қалыпты өсуіне қажетті биологиялық тотығу процестеріне қатысады. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді, көздің жақсы көру қабілетін сақтайды. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап кезереді, ұшық шығады, денеге түскен жарақат баяу жазылады. В5 дәрумені никотин қышқылы тотығу реакцияларындағы катализатор ферменттердің құрамына енеді. Май қышқылының синтезіне қатысады. Тәулігіне 20 мг қабылдауымыз керек. В12 дәрумені азотты қосылыстар синтез реакцияларына кофермент ретінде қатысады. Қан жасушалары, эритроциттер, тромбоциттердің түзілуін жүзеге асырады. Жануар текті тағамдар құрамында бауырда, бүйректе, жұмыртқада, сүтте көбірек кездеседі. Қанның пайда болу процесіне қатысады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ағзада қан азаю процесі болады. Демек, анемия, яғни қаназдық ауруына шалдығамыз. В6 дәрумені ақуыздардың құрамдас бөлігі болып табылатын амин қышқылдарының алмасуына қатысады. Дәруменнің жетіспеушілігінен жас балалардың бойының өсуі тежеледі, қан аздығы және сезім мүшелерінің дамуы тежеледі. Д дәрумені адамның терісінде күннің ультракүлгін сәулелерінің әсерінен түзіледі. Ол кальций мен фосфордың шектен бөлінуін жылдамдатып, сүйек ұлпасының мықтылығына әсер етеді. Бұл жетіспеген жағдайда мешел ауруы пайда болады. С дәрумені
яғни аскорбин қышқылы ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу қабілеттілігін арттырады, сүйекке, тіске беріктік қасиет сыйлайды. Сонымен қатар С дәрумені биологиялық тотығу кезінде зиянды заттардың түзілуін тежеп отырады. Ағзадағы дәрумендердің концентрациясының бұзылуы гиповитаминоз, ағзадағы витаминдердің жетіспеушілігі, гипервитаминоз, ағзадағы витаминдердің мөлшерден тыс артуы, авитаминоз, қандай да бір витаминнің күрт жетіспеушілігінен туындайтын аурулар. Адам үшін дәрумендердің негізгі көзіне азық-түлік жатады. Адамның қабылдайтын күнделікті тағамының құрамында дәрумендердің болуы әртүрлі себептерге байланысты болады. Өнімнің сұрыпы, түріне байланысты, сақтау мерзімі мен әдістеріне байланысты. Ағзаңызға дәрумен жетіспейтінін қалай білуге болады? Оның өзіндік белгісі бар. Ендеше назар аударыңыз. Егер аузыңыздың жан-жағындағы тері жарылып кетсе, темір, мырыш, ниацин, рибофлавин және В12 дәрумендері жетіспейді дегенді білдіреді. Бұл көбіне ет жемейтін вегетариандықтарда кездеседі. Мұны ретке келтіру үшін ет, құс еті, лосось, жұмыртқа, қызанақ, арахис, жасымықты көбірек жеуіңіз керек. Биотин дәруменінің жетіспеуінен бетіңіз қызарып, бөртіп, шашыңыз жиі түсе бастайды. Ағзаны В7 дәруменімен толықтырғыңыз келсе, қайнаған жұмыртқаны көбірек пайдаланыңыз. Одан басқа авокадо, саңырауқұлақ, түрлі түсті орамжапырақ, соя, жаңғақ, таңғурай мен банан жеуіңізге болады. Беттегі, қолдағы, жалпы денедегі қабыршықтанған қызыл, ақ дақтардың пайда болуы А және Д секілді майлы қышқыл дәрумендерінің жетіспеуінен болады. Сол себепті сардина балығы, грек, миндаль жаңғақтарын жеу керек. Олардың құрамында Д дәрумені ағзаға жақсы сіңуі үшін сәбіз, картоп сияқты көкөністерді жиі тұтыныңыз. В9 қышқылы мен В6, В12 дәрумендері жетіспегендіктен қол, аяқ және басқа дене мүшелері ұйып, шанши бастайды. Ал мұндай аурулар мазаламасын десеңіз, күнделікті рационыңызға қызылша, қайнатылған жұмыртқа, сегіз аяқ немесе құстың етін қосып отырыңыз. Бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында сіздерге бірнеше тапсырмалар ұсынылған. Алдарыңызда көрсетілген дәрумендерді таңдау арқылы сол дәрумен туралы сұрақтарға жауап бересіздер. Мысалы, В12 дәруменін таңдайтын болсаңыз, В12 дәрумені адам ағзасында қандай қызмет атқарады? Келесі, К тобының дәрумендері туралы не білесіз? Д дәрумені жетіспеушілігінен қандай аурулар пайда болады? А дәруменін қайдан алуға болады? Бүгінгі өтілген сабақ бойынша сіздерге үйге тапсырма Вен диаграммасын толтырып, дәрумендер туралы қосымша ақпарат жинақтап келесіздер. Орындалған тапсырманы классрумға жүктейсіздер және маған WhatsApp желісі арқылы жіберулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.